Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Политонның кезекті саны. Бүгінгі біз талқылайтын тақырыбымыз белсенділерді қудалау, сайлауға дайындық қалай жүріп жатыр деп аталады. Қонақтарымыз саяси белсенді Мұратбай Жұмағалиев және заңгер Астықбек Қараев. Уақыт бөліп бағдарламамызға қатысқандарыңызға рахмет. Жалпы соңғы бірнеше аптада ел бойынша осы белсенділерді қудалау, соққыға жығу, қамау фактілері жиілегендей ақпаратта, әлеуметтік желіде, бақта осындай ақпараттар тарауда. Жалпы сіздер бұны немен байланыстырар едіңіздер? Бұл бір кезектен тыс президент сайлауы қарсаңындағы қудалаулар ма, жоқ әлде бір оның өзге де бір себептері бар ма? Астықбек аға, сізден бастайық. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Бұл тақырып сұрақ әдемі, бірақ бұл сайлау алды қудалау десек те болады. Негізінде мынау қылмыстық жүйенің 30 жылдық билеуіндегі жалғасып келе жатқан дүние десек дұрыс болатын шығар. Өйткені мынау Назарбаев құрған қылмыстық жүйе 30 жыл ішінде халықпен санасуды қойып, жәндегі демократия құндылықтарының бәрін аяқ асты жасап, осы уақытқа шейін қудалау, қылмысқа тарту, себепсіз жәндегі дүние мүлкіне қол сұғу, осындай қылмыстық әрекеттерді жасап келе жатыр. Сондықтан бұл бүгінгі дүние емес, бұл үстем тапқа айналған қылмыстық жүйенің іс-әрекеті десек те болады. Мұратбай аға, сізді ойыңызша, жалпы сізде осы жақында соққыға жығылдыңыз, тіпті үйіңіздің алдында осындай оқиға болды. Осы жөнінде айтып берсеңіз. Осы 6-сы күні, осы 10-шы 6-сы күні үйіме кіріп келе жатқан жерде осындай белгісіз топ, беттеріне киген бәрі маска, собор киімі бар. Собор деген затты көрмей жүрген затымыз емес қой. Көріп жүріп, осы көзгеден көріп келеміз, қудаланып, сол соборлардың қолында, қолымызды қайырып, мынауын қалай деп шықсақ, тәуелсіз алаңдарға қолымызды қайырып алып кетіп жүрген соборлар ғой. Түрі таныс, сол кезде сағат түнгі кешкі 10-10:30 шамасында үйіме келген бала шағаммен. Есіктің алдында кіші балам, үлкен балам рөлде жүргізуші. Кіші балам артында екеуміз отырық. Әкем мына жерде маска киген балдар отыр дейді, есіктің алдында мына көрші. Қайсы артыма бір қарадым, тек артымда соборлар ғой мынау дедім, не істеп отыр екен, мына соборлар жүрмейтін еді ғой, аманшылық бекен деп. Жігіттер, не істеп отырсыңдар дедім, тек артынан, тек талдың артынан, тек 10 шақтысы атып шықты жүгіріп. Қара киім бәрі собордың киімімен, енді собор деген жазуын байқамадым. Жалпы собордың киімімен осылай үлкен балам, әке қаш деп, мыналар көбейіп кетті, бандиттер әке деді, сразу артық бір шақ бергенім болды, тек тұрбамен сол жерден тек тарс, тек 2-3 секунд, 5 секундтың ішінде тек тарс, көрші өлім, тек бала шаға айқайлап шыққаны, тек сол жерде өтіріп кетті бар ғой. Аман қалып, сол көршілердің арқасы жан жақтан айқайлап шыққасын, қашып үлгерді бәрі. Сол жерде тек сынып қалдым, ойбайлап, тек қақсап қалдым, тек аяқ кетті деп тек. Қатты үлкен темірлермен Сен жалпы бұны өзіңіз немен байланыстырар едіңіз? Немен байланыстырғанда, мұнаны мен өзім алдында да айтқанмын. Жалпы мынау бұл биліктің несі, бұл үкіметтің, әкімдердің, бұл жергілікті әкімдердің несі бұл. Бұрында осындай жағдайлар болған, автокөлігімді өтіп кетіп, біздің мына жергілікті ГОБД-ның нелері бәрі бандитизм айналысады деп таза айта аламын оның бәрі. Себебі біздің әкімдер отқан жаңа әкімде, осы әкім келгелі, осы әкімнің балдары маған кәдімгі шүйліге бастады. Сен біздің браттарымызға, ағаларымызға әңгіме сен мына жүрсің болмайды деп маған кедергі келтірген. Тазалық мәселесінде жүрдім. Жаңаөзен 2 айдан бері қоқысқа айналды деп ол мәселе жүрдім. Әкім жұмыс жасап отыр ғой, сен оған әңгіме айтпа деп осындай маған қаланың балдары келіп жүрді. Тазалық мекемесі бұл, тазалық істеген мекеме. Сол жерге барғанда да осы әкімнің осы балдар, дәл осы балдар келді маған. Сондықтан бұл бірнеше жерде маған кездесіп жүрді мынандай жағдай. Осы балдар. Сол үшін мен әкіммен байланыстырамын. Басқа енді қоғамда бір
бір адамға жаңағыдай боғауыз айтып, біреуді түртіп ұру деген ондай болмаған санамда. Болса ол кез келген адам айтады ғой, сен маған бүйтіп едің, мынандай қылмыс нелер жасап жүрсің, бұзақылықтар. Ондай жағдай болмаған. Маған осы кезге дейін шүйлігіп жүрген сол әкімнің балдары. Ол бірнеше рет кеше бір неде айтып жатыр, әкім Мұрат жер сұрап кетті, анау мынау. Бұл жер деген зат, ол жер сұрап отыр деген ол жаңа өзінің сасқанын айтқаны, жаңа өзің жеке мәселеңмен кел маған деп жаңа жеке мәселеңмен деп жаңа әкімнің інілері тапқан жүр кіргіземін мен деп. Мен жеке мәселе емес, қаланың мусор шаруасы бар, ит көбейіп кетті, мына нелер тістеп жатыр, мына жылқылар жеп жатыр, иттер деп. Сонымен барғанмын, бізде аялдамалар жоқ оқушылардың деп. Сол теманы көтеріп барғанда маған солай деп айтқан, жеке шаруаңды айтшы маған деп. Менде жеке шаруа жоқ дедім. Жеке шаруа бала шағамнан, жаңа 6 балам бар. Соған енді жұмыс сұрағанда жұмыс енді көріп отырсың ғой, кіргізбейді, ешқандай жағдай жоқ. Соған берсең, енді анандай балдарға қазір біздің мемлекетте, жаңа біздің Жаңаөзен қаласында жұмыс таба алмағанмен, әр балаға сіз жер беріп егін ектірсең болады, соған жер беріп неге егін ектірмейсіңіз деп содан мен оқылғадым. Ал олар бұрмалап менен зат сұрап келіп отыр деп әкімнің сасқанан солай деп айтып отыр ол жерде. Түсінікті. Асылбек, сіз жалпы Мұратбай ағаның осындай басынан өткен дүниені қалай бағалар едіңіз? Бұл бір заңдық тұрғыдан бұған дейінгі дүниелермен салыстырып айтсаңыз. Есәлет, рахмет айналайын. Бұл жерде Мұратбайдың жағдайы бүкіл халыққа, Қазақстан халқына белгілі нәрсе болып жатыр. Оның ішінде қоғам белсенділері, әр өңірдегі қоғам белсенділерінің басынан өткен бірінші оқиға емес. Бұл жағдай уже жаңағы системаға айналып бара жатыр. Мынау қылмыс заң жағынан келетін болсақ, әрине бір жеке бұзақылар ұрып кетті деп қалдыра салуға да болар еді. Мысалға, жеке бастың әңгімесі болса, ауылдағы жаңағы бұзақылардың арасындағы жаңағы орысша айтқанда разборка дейміз ба, оны қылмыстық жаңағы полицияның құзыретіне жатқыза салуға болар еді. Бірақ осы Мұрат бауырымызға байланысты болған нәрсені, бұл саяси астары бар деп халық та түсінеді, өзіміз де түсінеміз. Өйткені Мұратбай бауырымыздың қоғам белсендісі деген бізде түсінік жоқ. Қоғам белсендісі деген елдің, жердің қамын ойлап жүрген, елдің болашағына алаңдайтын адамдарды қоғам белсендісі деген түсінік жоқ бізде. Қоғам белсенділері жаңағы депутатский неприкосновенность дейді ғой. Сол сияқты ешқандай заңнамамен жаңағы қорғалмаған. Депутаттың біреуіне мынау ұрмақ түгілі боқтық сөз айтсаң, жауапкершілікке тартады. Полиция қызметкеріне жаңағы мынауың не деп кішкентай қарсылық көрсетсең, полиция қызметкеріне жаңағы күш қолданды деп, басқа деп неғып жібереді, қамап жібереді. Сондықтан Мұратбай бүкіл Қазақстан бойынша қоғам белсенділеріне, яғни еркін ойлау қабілеті бар, еркін сөйлеу күші бар, наразылығын білдіре алатын адамдарға жасалып жатқан саяси жаңағы биліктің жауабы деп қараса болады. Енді саяси жағынан баға беретін болсақ, кез келген біз конституциямызда жазылғандай, біз зайырлы демократиялық мемлекетпіз деп санайтын болсақ, зайырлы демократиялық заң үстем орнаған мемлекетте саяси тұтқындар, саяси қудалауларға мүлдем орын жоқ. Сондықтан бұны қазір жаңағы бір бұзақылар ұрып кетіпті, оны полиция тексеріп жатыр деген нәрсе билік тарапынан, ол жердегі саяси және идеология жүргізетін кісілердің тарапынан жасалып жатқан қылмыс деп бағалауға болады. Оны әрине біздің елде бағаламайды. Оны жаңағы Европарламентте, жаңағы ООН-да осы дүниелерге өздерінің бағасын береді деп ойлаймын. Өйткені біздің елде бұндай құқықтық баға беру мүмкіншілігі жоқ. Ал жаңағы Мұратбай бауырымыздың айтып жатқан дүниесіндегі
ертең анықталып жатқан күннің өзінде бір ауданның әкімі, қаланың әкімі осындай заң бұзушылықты жасапты, даже анықталған күннің өзінде сол әкімді жазаға тартып, жұмыстан шығарып бірдеңе жасай салуы мүмкін. Бұның астындағы саяси астар шешілмейтін болады. Осындай елді тығырыққа жеткізу, жаңағы әкім халықты әкімдерге қарсы қою, полицияның қызметкерлерімен ұрғызу, соққызу, қудалау жұмыстарын жасап, полиция қызметкерлерін халыққа жек көрінішті көрсету, халықтың билік арасындағы жаңағы бірін-бірін жамандауына әдейі жасалып отқан үлкен идеология. Ол ертең бұның немен бітетінін бір Алла біледі. Сондықтан мемлекет басында отырғандарға бұл мәселеге үлкен мән беріп, шешу жолын табуы керек. Бірақ біз қазір көріп отырғанымыз шешудің орнына халықты осындай дағдарысқа, тығырыққа тіреп отыр. Осылай айтсам. Жалпы енді осы жақында мемлекеттік кеңесшісі Ерлан Қарин билікшіл журналист Нартай Аралбайұлына берген сұхбатында билік қорқатын оппозициялық күш жоқ деп мәлімдеді. Егерде билік қорқатындай күш жоқ болса, қоғам өкілдері болмаса, ондай оппозициялық күш болмаса, не себепті билік қазір осы белсенділерді қудалауын жалғастырып келе жатыр? Мұратбай, сізден бастайық. Ол тек бұлай айтылған сөз ғой, жай ғана айтылған сөз. Ол биліктің белсенділерден қорықпау мүмкін емес, ол бұлай қараса. Ол халық шешетін, қай жерде белсенділер мына биліктің жаңағы артын ашып, жаңағы шындықты айтып шырылдап жүрген, бұл белсенділер. Қаланың қазір өңір жерде әр жерден 50 белсенді шығып жатыр, әр жерден енді. Оның жаңағы кімнің Нартайдың айтқан, Нартай дейді, кімнің оның айтқаны деп қорққан адамның ісі, қорқатын адамның ісі бұл айтып отқан. Қорқпайды адам бұлай айтпайды ғой олай. Белсенділерден қорқпаймын деген сөз, ол қорқатын адамның айтатын сөз ол. Бұлай қарап отырсаңыз. Енді ол белсенділерден ол қорқпайтын болса, мынандай іс жасамас шығып, әділдік қайда, мынандай бейбіт шерулерге шыққандарды ол қолын қайырып, 3-4-5 адам қазір алаңға шықса, не істей алады 5 адам? Айқайлайды, сөйлейді, кетіп қалады ғой, тарап кетеді ғой. Бұл жерде деген ондай жоқ. Бір адам шық тек, собырлармен қолын қайырып, тек аптазаққа тығып, тек солай көрсетіп отыр ол. Өздерінің қорқатындығын, қорқаулығын көрсетіп отыр олар қазіргі таңда. Бұлар тек жай ғана айта береді, ол қорқпаймыз. Ол қорқады ол. Халық деген ол, енді ол қалай енді, ол 10 адам шықсын, 20 адам шықсын, халық деген бір спичка тек. Халық қазір ызамен отыр, халық. Уже біледі қазір. Мына жүйенің қалай келе жатқан, халықтың көзі ашылды қазір. Тек бір жерден бір тек бастайтын адам жоқ мына жерде қазір. Бір бастайтын бір тұлға болды. Шықса алға жетелеп халықты, халықтың бәрі шығады. Әрең отыр қазір. Қымбатшылық қысып бара жатыр қазір. Жұмыссыздық қысып бара жатыр. Жоқшылық қысып бара жатыр қазір өзінде қазір. Халық әрең отыр қазір. Тек бір тұлға, мына сөзінің бәтуасы бар, тек алға жетелейтін бір адам шықса, тек халықты ерейін деп отыр соған тек қазір. Асылбек, сіздің ойыңызша? Жаңағы Ерлан Қарин мырзаның өзінен бастайық, айтқан сөздерін тыңдадық. Әрине ол қоғамда наразылық тудырды. Енді Ерлан Қарин мырзаны президенттің қасында отырған кеңесшісі ретінде сондай дәрежеде сөйлеуінің өзі ұят. Неге ұят деймін? Ол жеңіл түрде айтылған сөз. Ол президентке жағдайды, мынау елдің арасында халықтың тынысын дұрыс жеткізбей отыр, немесе әдейі осындай нәрсені істеп отыр деп айтамын. Ұят деп жеңіл түрде айтып атқаным, немесе жаңа Тоқаев президенттің саясаты сондай, мынау халықты басу керек деген сияқты тапсырманы орындаушы, осы екеуінің біреуі. Енді ол кісінің оппозиция жоқ, билік халықтан қорқпайды деген сөзінің өзі
шынымды айтсам, ақымақтың сөзі. Ол конституцияны дұрыс түсінбегендіктің сөзі деп айтамын. Билік деген ол мынау жоғарыда тұрған емес, ол халықтың негізі билікті билік халықтың қолындағы құралы ғана, мемлекеттік жаңағы құрал. Сондықтан ол кісінің олай айтқанының өзі биліктегілер халықтан бөлек деген ұғымды көрсетеді. Осы нәрсені ол кісі дұрыс ажырата білу керек. Өйткені халық қаласа билік бір-ақ күнде ауысуы мүмкін. Оны кеше қаңтар оқиғасында да көрдік, басқа неғылдық. Сол осы түсінікті түсінбей отырған Ерлан Қариннің бұл айтқан сөздері мүлдем саясаткерге, ел басқарушы тұлғаға лайықты іс емес. Енді бұл жерде оппозициядан қорқпайды деген оппозиция жоқ, оның үстінде жаңағы коалиция деген коалиция болған жоқ, ол бір клуб деп атасақ болады деген сөздерді айтты. Ал негізінде оппозиция деген түсінікте оппозиция қазақ халқына белгілі бір қоғам қайраткерлері немесе саяси тұлғалар емес, Рысбек аға сияқты или басқа Болат Әбілов сияқты тұлғалар оппозиция деп тура сол кісілердің бас қосылған жерді ғана айтуға болмайды. Оппозиция деген халықтың наразылығы. Ал біз қазір көріп отқанымыздай, халық өте наразы. Жаңағы шалғайдағы Мұратбай да айтып отыр, барлық халықтың тынысын естіп отырмыз, көріп отырмыз. Сондықтан халықтан қорықпаймын деген сөз аузынан шықты. Ал халықтан қорықпаймын деп кім айтады? Халықтан қорықпаймын деп тек қана халыққа жау адам ғана айтады. Мен осылай түсінемін. Ал белсенділерден екінші жағынан айтатын болсам, белсенділерден қорықпаса, ашық сөйлеген, шындықты айтқан, жаңағы қасқайып шындықты айтып, елге танымал болған сіздің жаңағы әріптесіңіз Думан Мұхаммедкәрімді осыншама қудалап қамаққа ала ма? Ол журналистерге келетін сын, мысалға, журналистердің тәуелсіздігі қайда? Қорқпаса осындай шараларға бара ма? Қорқпаса Мұратбайды есігінің алдында ұрып кете ме? Қорқпаса кешегі Алтынбек, Нұрқаділов бауырларымызды осындай дәрежеге жеткізіп атуға шегір апара ма, өлімге шегір? Қорқпаса саяси тұтқындарды, осаққа шөгір отырған саяси тұтқындарды қамақтан босатпай ма? Бүгін ғана, қазір ғана айтатыным, есіктің алдында, менің есігімнің алдында екі автокөлік тұр. Үш полиция қызметкерлері кешелі бері күзетуде. Қорқпаса осындай нәрсені жасай ма? Бұл демократиялық елдегі болмауға тиісті құбылыс. Сондықтан Мұратбай дұрыс айтады. Бұл қорқақ емес, анау нелердің, сайқымазақтардың істері деп бағалауға болады. Дұрыс. Жалпы енді қазір белсенділерді, жаңа Думан Мұхаммедкәрімді айтып қалдыңыз, журналистерді әлі өтпеген митингіге шақырған үшін қамауға алып жатыр. Бұл жалпы ненің көрінісі? Бұл белсенділердің, наразы топтың, оппозиция өкілдерінің, азаматтық қоғам өкілдерінің митингіге шығармаудың амалы ма? Жоқ әлде бұл бір қамауға алудың, қудалаудың бір тәсілі ме? Бұны заң тілімен айтатын болсақ, жаңағы қылмыскерлердің өзінің қарсы әрекеттері бар. Bir жағынан түсінуге де болады. Қылмыскер ұрыға келе жатқан кезде жаңағы жоспар құрады. Түннің қараңғылығын пайдалану, жариялық емес, или жаңағы егер үйдің ұрылап жатқан кезде үйдің егесі шығып қалатын болса, бір машинаға мініп қашу деген сияқты. Жоқ, көшеге бір жаңағы орысша тілмен айтқанда атас дейді, атасқа біреуді қойып қояды, бір кедергі болатын болса хабар бересің деген сияқты. Бұл істердің барлығы мемлекет басында отырғандардың, билік басында отырғандардың қылмысқа
баруға дайын екендігін көрсетеді. Небір әрекеттермен ішінде жаңағыдай қоғам белсенділерін баласына, әкесіне қарсы қойған, әйелін жолдасына қарсы қойған, неше түрлі банктегі счеттарын жауып тастау, немесе жаңағыдай қызметін, кәсібін тартып алу сияқты, немесе баласына қастандық жасап ықпал ету жағында, бұның барлығы заңда жоқ нәрсе. Заңда жоқ нәрсе. Сондықтан бұл тек қана жаңағыдай журналист бауырға тиым салып жатқаны, оны қамап қойып, басқа журналистерге қорқытып, үркітіп, амал жасау арқылы істеліп жатқан іс деп қана білемін. Бұл жерде тек қана жалпы тілмен айтатын болсақ, өз халқын, керісінше халыққа жұмыс істеу керек болатын билік өз халқын қорқытуда, үркітуде ұстау тәсілі деп бағалауға болады. Бұл тек қана соның ғана көрінісі, басқа көрініс жоқ. Халықпен жаңағыдай айтып тұрмын ғой, халықпен мына билік басындағылар бір нәрсені ұмытып кетеді. Осындай тәсілдермен біз халықты үркітумен, қорқытумен ұстасақ, кешегі қаңтар оқиғасы сияқты уақытысында жаншып тастасақ, ертең басылады, тәубесіне келеді деген ұғымда сондай түсінікте. Ол диктаторлық жүйеге байланысты тәсілдер. Ал халық деген жаңағыдай Мұратбайдың да айтамай неғып отқан жері, аузына түспей отқан жері, халық деген бұл бір ерекше организм. Оны қаңтар оқиғасында соншама халықтың көшеге шығып кететінін мен де білген жоқпын, мысалға Мұратбай да білген жоқ. Бірақ халық деген бір организм, оның қай күні жарылатын сыздау сияқты, қай күні қандай нәтижемен бітетінін оны тек қана бір-ақ Алла біледі. Ал қалған нәрселерім бар, біз қоғамдағы сондай көзқарастың туындауын, журналистер қауымы сондай шындықты жет, ол халықтың көзін ашуға жасалған іс-әрекеттер ғана. Біз қоғам белсенділері әр жерде өңірлерде жүрген, біз мынау мемлекеттігімізден айырылғымыз келмейді. Бізге де мемлекетіміздің өркендеп, халқымыздың тұрмыс жағдайының дұрысталып, жақсы өмір сүргіміз келеді. Біз соны жеткізгенге бола, біз жау қылып санап отырды, негізінде кезіндегі Назарбаевтың да, қазіргі президент болып отқан Тоқаевтың да қағаз жүзінде айтатыны тура біздің айтып отқанымыз. Дәл біз де солай айтамыз. Біздің еліміздің өркениетті ел болғанын, адам құқықтарының сақталғанын, ешқандай қуғын сүргіннің болмауын ол кісі өз аузымен айтады, бірақ орындамайды. Ал біздің де айтып отқанымыз тура сол сөздер, бірақ біз жаңағыдай оны халық ретінде талап ету құқығымыз бар. Ол қанымызбен келген дүние, сондықтан біз талап етуге құқылымыз. Талап еткен жағдайда бізге кері әсер жасап, қудалап, қамап жүрген ол қылмыскерлерге лайықты қылмыстық сипаттағы іс-әрекеттерге жатады. Мұратбай, сіздің ойыңыз? Менің ойымша, бұны саясат деген білесің, өте лассат. Саясат деген өте лассат. Оны бәріңіз білесіз енді. Мұна ұрып соғу маған әкелген себебі, мысалға, мұна сайлауға қарсы, мұна біздің жергілікті билікті, мысалға, Тоқаевқа қарсы болуы да мүмкін әбден. Біздің мұна ГОБД-ның бастығы, оған да Тоқаев керек емес сияқты мұна жерде. Себебі әкімдер жергілікті біздің қазір Айбек деген әкім, мысалы, осының бәрі, осылардың істеп отқан ісі бұл таза. Себебі Собордың киімі деген мынау бандиттің қолында бола бермейді. Ол сол базарда тұр ғой, енді ол кімге керек, ол дайындалып келгенде, ол кәдімгі битесі бар, қолында кәдімгі дайындалып келген. Оларға да қазір жергілікті билікке, мысалы, Тоқаевтың келмегенін не қылып отқан сияқты да маған мына жерде. Себебі мені ұрып соғатын, менің артымда бұл жерде белсенділік танытып жүр. 2011-ден бері қарай бұл баланың артында жақтастары бар, демократиялық партияның өкілдері, өзінің жақтастары бар деп, осы баланы осындай қылып ұрып соғып не алсақ, резонанс көтерерміз бе екен деп, халықты көтеру үшін әдейі құйтырқыда болып кетуі мүмкін да мына жерде. Жасап отқан болуы мүмкін осылай. Осы баланы не қылып қарайшы, осы баланы кішкене мына қазір жарыққа шығып сөйлеп жүрген бала ғой.
Тем более Жаңаөзен қаланы өзіңіз білесіз, тек толқуда тұрған 2011-ден бері толқып тұрған Жаңаөзен әлі. Әлі баяғы 2011-дің әлі қанды жарасы әлі басылған жоқ. Әлі ызалы халық мына жерде қазір. Соған байланысты солай жасады ма деген адамда әртүрлі ой пайда болады да. Менде енді жатып ой кетіп жатыр ғой, тек жатқан жоқпын ғой. Ой мазалап жатыр іште. Осындай жағдай не болды екен, мына ұрыс собыр келіп, именно собырдың адамдары келіп ұратындай. Осындай не болды екен деп жаңағы департаменттен келіп жатыр, жаңағы кеше маған хабар алайын деп. Департаменттен жоғары келеді, маған резко келеді. Камера дейді. Мен денсаулығымды сұрамайды ең бірінші келіп. Мені камера, Мұрат үйіндегі камераны дейді. Камераны бере аласың ба маған? Сендер камера не керек сендерге? Мен денсаулығымды сұраңдар же сендер. Не болды, не болды? Келген адам камераны сұрайды. Оларға камера қызық. Себебі менде камера тұр үйімде. Камера бар, ол просто наблюдение. Камера жазбайды, запись жазбайтын камера ғой. Олар өйтіп сұрамайды, жазама, жазбаймын. Маған камераның жаңағы дискісін бер дейді. Сендер әуелі сұрамайсыңдар ма? Денсаулығын сұрап адам, қайсы көрейік, не болды, қай жерің сынды, қай жерің сөйтіп жаңа криминалист шақыр, ондай жоқ тіпті. Келеді камера сұрайды келіп, жоғарыдан келіп. Мен айттым, камера жоқ, камера деген өзім көрсетем, сендер әуелі ашкерелеңдер, сосын ашкерелегеннен кейін мен сендер, олардың құйтұрқысы бар, талай басымыздан өткен, баяғыда 2011-де жатқанда, мысалға мен қазір камераны берсем, мысалға, ол камераның ішінде өздерінің адам екені белгілі болып қалса, немесе белгілі болмай қалған жағдайда, ол мына қазір сотталайын деп отқан әртүрлі қылмыспен, жаңағы зорлау фактімен, әртүрлі факттермен отыр да. Әртүрлі сондай факттермен отырған балдар жай ғана мына әкімнің нелері емес, жаңағы жендеттері емес, басқа балдар сотталып кетуі мүмкін да. Олар қылмысты тез ашқысы келеді менің ойымша. Сосын айтты, менде камера бар, камераны бермеймін сендерге деп, солай оларға үкіметке солай шығарып салдым бұларды. Түсінікті. Жалпы жаңа айтып жатырмыз ғой. Ясқаға айтасыз пікіріңіз бар ма? Мен Мұратбайдың сөзіне кішкене қосарым бар еді. Бізде кейде сондай тактиканы қолданамыз. Мынау мен Алматы облысы Талғар ауданында тұрам. Талғар ауданының әкімі жаңағы бізге қысым жасап, басқа қылып жатқан кезде баяғыда Назарбаевтың уақытысында ойлайтын тұғымыз, осы әкім құртып жатыр ғой, Назарбаев телевизордан сөйлеп жатыр ғой, коррупцияға қарсымыз деп тұр ғой, мына әкім ғой деп ойлайтын тұғымыз. Ол енді қазіргі кезде мынау біздің тек қана қолданатын тактикамыз болды. Ал жаңағы әкімді Тоқаевқа қарсы әрекет жасап жатқан сияқты десек, билік басындағылар Тоқаевтың өзі сол әкімді алып тастайтын сияқты болды. А негізінде мен айтарым, қылмыстық істің идеологы бар, оны ұйымдастырушысы бар, оның орындаушысы бар. Идеологтар бізде жаңағы үкімет басында отырған президенттен бастап басшылар осындай заңсыздықтарға ұрсақ беріп отыр, ал жергілікті әкімшіліктер оған тапсырма беріп отыр. Ал қайдағы жүрген бір собыр ма, полиция ма, сол надандық ойдағы нелер соны орындап жүр. Мына айтар ем, егер мына жаңа Қазақстан деп жаңа құқықтық Қазақстан орнатпасақ, ол тек қана мынау бизнескерлерді кетірмей орнатпасақ, бізде ешқандай заң үстемдігі болмайды. Ол деген сөз, мына жауапкершілікке тартылмайтынын білген, не істесе ойына, не келсе соны істейтін әкімдерің де, полиция қызметкерлері де бізге приказ берді деп, осындай тығырыққа тіреле береміз. Ал ол тығырыққа тірелген кезде, қазір мен жиі айтатын сөзім бар, мына билік басындағылар, оның ішіндегі жергілікті атқару органдары, құқықтық қорғау органдары барлығы орысша айтқанда пашвам кетті қаңтар оқиғасынан кейін. Бұрынғыдай ескіше өмір сүргілері келеді. Тоқаевтың аузынан жаңа Қазақстан деген сөз бойынша не істерін білмей қалады.
әділетті Қазақстан құрайық десе тағы болмайды, бұрынғыша жүреді. Қазір мынау Тоқаевтың осындай саясаты елді басқару жүйесіндегі адамдарды шатастыруға әкеліп соқты. Бұл шатастырудың түбі әділетті Қазақстан орнатпасаң, әкімдерің сол баяғы істерін істеп, ойына келген істеп жүре беретін болса, жақсылыққа апармайтыны анық. Жәндегі айтып тұрғанымдай, білмеймін, не себеп болатын. Халықтың жәндегі мынау қиыншылықтан, бағаның өсуінен дағдарыс болып көшеге шығып кететіні, немесе жәндегі осындай заңсыздықтардың біреуі кешегі арзымайтын газға бола елдің бәрі шығып кетті ғой. Сол сияқты бір себептен шығып кететін дағдарысқа әкелуі мүмкін. Сол дағдарыста кешегі қаңтар оқиғасы сияқты қанды жағдайға апармайтындай биліктің басындағы қоғам белсенділеріне, елдің қамын ойлайтын азаматтарға керісінше мынау сенімді артып, жауапкершілікпен қарап, елде өзгеріс жасауға міндетті, тиісті. Ал керісінше қазір біздің көріп отқанымыз тек қана қудалау, қуғын сүргін, саяси тұтқындар. Мен жаңа негізі осыған байланысты сұрақ қойсам ба деп едім. Келесі сұрағым сондай еді. Осы қаңтар оқиғасынан бері міне 10 ай өтті. 10 айдан бері енді қаңтар оқиғасына дейін білеміз ғой, митингке шығады, белсенділер кетлингке алады, 15-20 күнге қалмайды. Қаңтар оқиғасынан кейін де қазір сол жалғасып жатыр белсенділерге. Журналистерді қамап жатыр, қудалап жүріп жатыр. Жалпы енді бұл сонда биліктің қаңтар оқиғасынан бір ешқандай сабақ алмағанының көрінісі ме? Жалпы оның аяғы ертең неге алып келуі мүмкін деген сұрақты қойсам ба деген. Асылбек аға, бірақ сіз жаңа біразды жауап беріп кеттіңіз. Мұратбай аға, сіз бастасаңыз. Енді қаңтар оқиғасы деген енді аяқ астынан жаңағы газден какой-то былай 50 деген газінен басталды ғой. Газы 120-ға алып келді, үкімет мына билік өзі қолдан жасалған не болды. Мына біздің Маңғыстау облысында әкімі Серік Тұрымов болатын болған, оған дейін. Серік Тұрымовқа давай менің жаңағы ойым алдында да айтып жүрмін. Бұл жаңа билік қалай мына толқып тұрған қазақ елін көтереміз, қалай көтереміз деген ана бір неде болды ғой, Россияға барып, орысқа, Путинге барып, жаңағы неден WhatsApp-тан тарады ғой. Бізде жаңағы Тоқаев пен Назарбаев кездесті. Сол жерде сол 21-дің ненің желтоқсан айына да 2 ай қалғанда бітуге екеуі кездесті. Желтоқсанның 28 күні кездесті. Сол күні ол жер кездесті, олар мен ана жақпен соғыс ашамын, бұл қаңтар мәселесі, жаңа мен ар жақпен соғыс ашамын деп Путин оларға айтады, олар айтады, біздің мемлекет толқып тұр. Сен егерде бұлардың саясаты, егерде сен Путин соғыс ашатын болсаң, біздерге ертең менің халқым көтеріліп кетуі мүмкін. Ертең наразы қанып кетіп, сен сол кезде соғыс ашқан кезде ОДКБ әскерін кіргізе алмайсың Қазақстанға. Заң аясында кіргізе алмайды ғой соғыс болып жатқан мемлекетте. Бұлар дайындалды. Неден бастаймыз? Бұлардың жаңа саясаты. Давай осындай Жаңаөзенде халық бар, қазір толқып тұр, газдың наразылығы. Сол жерден бастайық қазір. Бүкіл халық бұрын 2011-ден Жаңаөзенге көмектесе алғанынан кішкене жаңағы ұялыңқырайды, содан қысқылады Қазақстан бойынша. Жаңаөзен бай 2011-де поддержка бере алмадық деп. Соны алып кетті, давай Жаңаөзеннен бастайық. Қалған уже Қазақстан деңгейінде уже Жаңаөзенді қолдаймыз деп шығады. Сонда саяси қолдан не қылайық, қаңтар оқиғасын қолдан ұйымдастырып мынаны, саяси да мынаны қарау. Жоқ, Мұратбай аға, жалпы енді осы қаңтар оқиғасы болды ғой, содан кейін де қазір белсенділерді қудалап жатыр. Бұл сонда биліктің қаңтар оқиғасынан сабақ алмағанының көрінісі ме? Сұрақ осындай болған еді ғой. Әрине, сабақ алмағанның көрінісі. Ең біріншіден, енді президенттің өз көріп отырсыздар, өздері сол кезде стрелять поражение деп атуға рұқсат берді, бәріне биліктің өз команда берді. 180 күннің ішінде мына жерде бәрін не қылып, бұл жаңа бізде Тоқаев өзінің жаңа несін айтып кету керек еді ол. Түгендеп жаңа террорист 20 мың террористін тауып беріп, жаңа өзінің жаңа былығын ашып, өзінің жаңа террористерін тауып, жаңағыдай қылмыстарын ашып, бұл 180 күннің ішінде 3 адамды өлтірді ғой.
енді оның бәрін ашылған жоқ бұлар. Бұлар енді бандитизм өзіне керісінше бұл қылмыс ашылмаған жерде бұл қайталана береді. Бұлар білген істеп кетті қазіргі таңда. Билік білген істеп отыр қазір. Себебі 2011-де атты, Жаңаөзенге оқ атты. Ол ашылған жоқ. Арадан 10 жыл өткізді, қайтадан қаңтар оқиғасын жасады. Бұл ашылған жоқ. Значит, халық ұйқыда. Халықтың аузы су бөлшіп атты бұлар. Бәрін байлап атты. Қазір бандитизммен айналысып отыр қазір таңда бұлар. Таза бандиттер қазір. Енді осы әділдік ашылмайынша бұл мынандай құйтырқы, мынандай уақыт түйек хулиганство болар деген қалмайды тіпті. Өлтіріп кету, Дулат Ағаділ Ивесте өліп шықты, оған ешкім жүгірген жоқ. Заманбек Нұрқаділов 3 рет оқ тиді, өз-өзіне атты өлді, оған ешкім жүгірген жоқ. Алтынбек Сәрсенбаев татып кетті, оған ешкім жүгірген жоқ халықтың. Міне осыдан ашылмай келе жатқан. Дер кезінде қылмыс ашылмаған жерде бұл жалғаса береді бұл. Бұл тоқтамайды бұл іс. Түсінікті. Асылбек аға. Енді қаңтар оқиғасы сабақ болды ма деген кезде әрине болған жоқ. Сабақты алатын, айтып бағана Ерлан Қарин мырзаның істеп отқан тірлігінен. Жалпы билікте ондай халыққа жақсылық жасайық, тығырықтан қалай шығамыз деген тақырып тұрған жоқ. Қаңтар оқиғасында мыналар не үшін шықты, не істеуіміз керек деген тақырып тұрған жоқ. Оның үстіне оны елімізді жақсартайық, басқа деген ауыздан шыққан сөз ғана болып тұр, шын ниеттің жоқтығын көріп отырмыз қазір биліктен. Бағана бір сөзімді айтып қалдым ғой. Мынау ауыздан шыққан сөзден, жаңа Қазақстан дегеннен қазір әкімшілік болсын, полиция, прокуратура қызметкерлері болсын, кім болсын, не істерлерін өздері білмей отыр. Халық түгілі, мынау мемлекеттік қызметкерлердің өздері қазір шаршап отыр. Өйткені Тоқаев келгелі бері 3,5 жылдың ішінде ананы да уәде берді, мынаны да уәде берді, ешқайсысын жасамай, мына қайтадан сайлауға түсіп жатыр. Сондықтан ол сабақ болған жоқ. Ол сабақ болмағаны өте қауіпті дүние. Содан бір қорытынды шығармаған билік ертең бұдан да қаңтар оқиғасынан да жаман оқиғаларға апарып соғуы мүмкін. Осы қорқынышты. Мына аш пәледен қаш пәле деген қазақта сөз бар. Мен біліксіз деп айтамайым мемлекет басындағы отырғандар. Өйткені қос-қостан дипломы бар, Америкада оқығаны бар, басқасы бар. Осыны біліп тұрып, істемей отырғаны тек қана ол өз мансаптарынан айырылғысы келмейтін, өз жиған тергендерінен айырылғысы келмейтін, және қазір кішкентай бір өзгерістер болған сияқты болып, Назарбаев жүйесінде жұмыс істегендердің дүниесін алыс бөліске салу әрекеті ма деп те ойлайсың. Жалпы айтқанда біздің билік басындағылар халықтың, Қазақстанның тығырықтан шығу жолын білмейді деген сөз. Қорытындыны, қаңтар оқиғасының қорытындысын шығармады, сабақ алмады дегеннен де жаман. Билік басында айтып отырмыз ғой, қылмыскерлер отыр, бұлардың ниеті де жоқ деген түсінікке келеді. Ол қарапайым халықтың барлығының қазіргі ойы. Жалпы енді жаңа бағдарламаның басынан бері айтып келе жатырмыз ғой, сайлау қарсаңында белсенділерді, тәуелсіз журналистерді қудалап жатыр деп. Енді сайлаудың өзіне келсек, жалпы сіздер осы уақытқа дейін енді кандидаттар тіркелді, енді міне үгіт насихат жұмыстарын бастайды. Сіздерге жалпы осы сайлаудың дүбірі сезіле ме? Асылбек аға. Дүбірі дегенде, жаңағы дүбір деген сөздің өзі бір үлкен аламан бәйгенің. Негізінде енді мынандай ғой, негізі енді президент сайлау деген енді үлкен лауазым ғой, енді бұл парламент сайлауы емес, негізінде дүбірі сезілу керек қой. Сезілу керек, өйткені исі қазақ азаматтарымыз ғой барлығымыз. Мен мысалға дүбірден, аттың дүбірінен, үлкен бәйге көкпарлардың дүбірінен арқам қозып дебелем ұстап кетеді. Сол сияқты бұл сайлау науқаны да бір жеке алған мемлекеттердегі үлкен науқан.
үлкен сайыс. Ол шын мәніндегі маңызы сондай. Ал қазіргі біздегі болып жатқан сайқы мазақ болғаннан кейін бала кезде циркке болмаса зоопаркке барғың келеді ғой бала кезде. Өйткені сана сезімің сондай, қызықты, анау клоунды көргің келеді, бір қызық көргің келеді. Ал мынандай ес жинап, ер азамат болып, елдің болашағына алаңдап жүрген кезде бұл дүрбелең емес, сайлау бір науқаны емес, бізге бір цирк сияқты болып қалады. Сондықтан біз жасымыз келгеннен кейін, бұндай науқандардан өткеннен кейін, біздің көзқарасымыз дүрбелеңге, науқанға деген көзқарас емес, циркке деген көзқарасқа ұласып кетті. Өйткені 30 жылдың ішінде оның бәрін көрдік. Қазір 33 жыл болыпты баяғы Назарбаевты айтып жүретін уақыттан бері де. Сондықтан бұл сайлауды, бұл тек қана менің айтып отқаным емес, немесе Мұратбайдың көзқарасы бізді қоғам белсендісі деп халықтан бөлек алып тастаған ғой. Тоқаевтың өзі бізді провокатор дейді, қазақ тілін өздерінше ылаң салып жүрген не дейді, популистер дейді, басқа дейді. Бая Назарбаев айтушы, диванда жатып алып саясатты айтып жүргендер деуші еді. Ондай уақыттың бәрі өтті. Оларға уже сезінетін уақыт келді. Мына қоғамның оянғанын, халықтың ішінде ашық айтатын азаматтардың барлығын, біреуін қамағанмен арт жағынан тағы да 1000 адам шығатынын түсінетін уақыт келді. Енді ақымақ болмаса, бұның аты жағы жақсылыққа апармайды. Сондықтан сайлаудың бір сайқы мазақтардың қойылымы деп түсінеміз. Сондықтан бұған арқамыз қозатындай бір ешқандай сезім жоқ. Керісінше алданып қалатын болдық-ау, тағы да 7 жылға құрдымға кететін-ау болдық-ау деген алаңдау ғана бар бізде. Мұратбай аға. Енді сайлаудың бүкіл халық біледі ғой. Енді міне 12 кандидаттың ішінде ешкімді танымайды. Халықтың қалаулысы жоқ қазір. Халық қалаулысы жоқ қазір. Мына кандидаттарды ешкім бірде бір адам танымайды. Мен өзім танымаймын оның ішінде. Мен Тоқаевты танимын, болды қазір. Қазіргі уақытша президент екенін білем, болды. Ана адамдары жүгірі дейді, ана Қарақат, мен ешқайсысын танымаймын бұл жерде. Исалет мырза, рұқсат болса мен заңгер ретінде заң аясында айтқан сөзімді айтып кетейін, кішкентай түсіндіріп. Оны айтып тұрмыз ғой, барлығымыздың айтатынымыз сол. Мынау жалпы қарапайым халықтың да уже бұл сайқы мазаққа сенбейтіні сол, Жигули дей ма бірдеңкелерін қосып атқаны. Оның ішінде бұл сайлау деген түсінікті заң тұрғысында түсіндіруіміз керек халыққа. Мысалға, біздің ата заңымыз жаманды жақсы, ата заңымызда 33-ші бап бар. Ол жерде Қазақстан Республикасының азаматтарының құқықтары белгіленген. Соның бірінде Қазақстан Республикасының азаматтарының билік елді басқару ісіне араласу құқығы бар. Елдің басқару ісіне, елдің болашағына таңдау жасалып жатқанда өзінің саяси көзқарасын, мысалға жерді сатпау, тіліміздің қандай болу деген мәселелерде әр Қазақстан Республикасының азаматының соған белсене атысатын құқығы бар. Ол хақы, парызы десек болады, мысалға дін тұрғысында. Онымен қоса сол 30-ші бапта Қазақстан Республикасының Конституциясының сайлауға қатысуға және сайлануға құқығы бар деген. Значит, ол құқықтардың бәрі шектеліп тасталған болатын болса, ешкімнің сайлануға құқығы болмаса, оған тек қана мемлекеттік қызметте жұмыс істеген адамдардың ғана қатысуға құқығы болатын болса, әр түрлі керек емес талаптарды қойып, шектеулер жасап тастаған болатын болса, мысалға мен көкпармен, бәйгемен салыстырдым ғой мына сайлауды. Ол
сондай қазақтың дебелеңін қоздыратын сондай үлкен сайысқа сенің мына жерде простой рабочий болған екенсің, сен кірмейсің. Сен ана бәйгеге атыңды қоспайсың, ақшаң жоқ. Сен болмаса жаңағыдегі что-то түрің ұнамайды, сенің ана жерің ұнамайды деп шектеулер қойып тастайтын болса, қандай бәйге болады? Сол сияқты бұл сайлау құқығымыз жоқ деп айтсақ та болады. Дұрыс айтасыз. Сайлауға қатысуға сенің Қазақстан Республикасының мына 33-ші бабында көрсетіп тұрса да, сайлануға құқың жоқ деген сөз. Бұл халықаралық заңдарға да керек қайшы дүние. Бірақ орысша айтқанда подзаконный акттар дейді, сондай жаңағыдегі болмайтын нелермен шектеулерді жасап тастаған. Оның өзі орындалмайды бізде. Оның өзінде әйтеуір жаңағы 120 мың адамның дауысын салу керек, оның ішінде қолыңды неғу керек. Біз бұдан не көреміз? Бұны жаңағы биліктің өз тек қана мүддесі үшін жасап жатқан сайлау екенін көреміз. Халық не үшін сенбейді? Осы үшін сенбейді. Ондай сайлауға қатысудың да, барудың да, көрудің да, мазақ болудың да керегі бар ма деген сұрақ туады. Түсінікті. Жалпы енді соңғы сұрақты болыңыздар, енді жалпы бағанадан бері айтып келе жатырмыз ғой, енді елде болып жатқан дүниелерге қарап, биліктің қабылдап жатқан шешімдеріне қарап, жаңа Қазақстан дейді, екінші республика дейді, міне президент сайлауы өтеді, президент сайлауынан кейін көктемге қарай келесі жылы парламент сайлауы өтеді деген сыбыстар бар. Жаңадан партия құрамыз деп жатыр, кейбір азаматтар партиясын құрып, құрылтайын өткізіп жатыр. Тіркей алмай жүрген азаматтар бар. Жалпы осының барлығына қарап, алда бір оң өзгерістер болады. Шынымен де демократияда ел боламыз жақын болашақта деген үміт бар ма жалпы сіздерде? Мұратбай аға. Ол ондай үміт мына жерден халық, ондай үміт демократиялық мемлекет болу үшін халық саяси көз ашық, саяси сауатты болу керек деп ойлаймын. Себебі қазір енді көріп отырсыз, елбасы қазір Тоқаев деп отыр. Қазір Тоқаевтың артында кім тұр? Өздеріңіз білесіз. Өзінің қойып кеткен ана таза Назарбаев ұрып, 2011 Жаңаөзенде қырған қаншер, ол артында тұр Тоқаев. Ертеңгі күні Тоқаев мына жаңағы 11 кандидат өзі сайлауға Жигули бәрін қойды да, өзінің жаңағы сайқымазақтарын қойды. Ертең соның ішінен жақсы біреу сайлана кетсін. Ертең ол президенттің артында, Тоқаев пен Назарбаев артында тұрмайтынына кім кепіл? Одан өзгеріс болмайды ғой. Артында бәрібір аналар қарап отыр ғой. Ертең мына басқа президент келіп сайлана қойса, ана кандидаттың ішінде Қарақат болсын, немесе Жигули бола қойсын, бәрібір артында Назарбаев пен Тоқаев тұр. Одан қалай мен жаңа Қазақстан жаңа өзгерісмен көріп тұрған жоқпын ол кезде. Бірінші деген мына жерде жаңа Тоқаев кетті ма, кеше қаңтар оқиғасын ашу керек, 2011-де ашылу керек, ақиқатта сотталатын адам соттау керек президенттер. Содан кейін барып жаңа Қазақстанның есін сезуге болады деп ойлаймын. Одан бері қарай шындық ашылмай, жаңа Қазақстанды демократиялық мемлекет деп айтуға өте қиын бізде. Үміт жоқ дейсіз ғой, Жоқ. Асылбек аға. Енді Есдәулет мырза, бұл жерде үміт деген үмітсіз шайтан ғана. Бізде үмітіміз болады. Мен өйткені жаңа халық деген бөлек организм дедім ғой. Мен өз қазақ халқыма сенетін адаммын. Оның Алланың қалауымен қай күні, Алла өз Құранда айтады, өздерің қандай болсаңдар сондай басшы беремін дейді. Біз жаңағы Мұратбайдың айта алмай отқаны сол ғой. Қазіргі қоғам оянды десек те, әлі тиісті дәрежеде бір өзгеріс жасайтын жағдайда емес. Оған көріпкел болудың да қажеті жоқ, басқаның. Бірақ ол деген әрекетсіз жатыңдар деген сөз емес. Әрекет жасауымыз керек. Осы барымызбен базар дегендей, осы тұрқымызбен, осы мүмкіншілігімізбен өзгеріс жасауға тырысуымыз керек. Ал жаңағы көріпкелдік жасап, ештеңе өзгермейді деп жатуға мен мүлдем қарсымын. Оған қаңтар оқиғасы да куә, наразы адамдар осы Алматының өзінде жүздеген мың болып шықты.
жаңағы келіп кететіні бар, ертесіне кететіндері бар. Жүздеген жалпы қоғамның наразылығы өте зор болды. Ол жаңағы арандатушылар болды, мейлі 500 болсын, мейлі 1000 болсын, жаңағы сындыруды, басқаны өртеуді бастағандар, бұзақылар болған рас. Бірақ жалпы қоғамның бір үміті өзгеріс болатын болды ғой деген үлкен үміті болды. Осы қаңтарда бір жарқ ете қалды. Бірақ мен ойлаймын, үміт үзілген жоқ, өзгеріс әрине болады. Халық мынау болашағының жарқын болуын, болашағының жақсы болуын армандайтын халық түбінде сондай болашаққа жетеді. Ол дін жағынан алсақ та, саяси тәжірибелер жағынан алсақ та өзгеріс болатыны хақ. Бірақ жаңағы айтқанымыздай, мына құрылған кеңестік дәуірден қалған жүйемен емес, жаңа Қазақстанды, нағыз жаңа Қазақстанды ниет қылатын, соған ұмтылатын, сол үшін күресетін, әділдік жолында жүретін азаматтар ғана құрады. Тек қана қазіргі билік басындағы отырғандар емес, қазіргі президент емес, қазіргі халқын кеше қаңтар оқиғасында қырылуға, қан төгіске апарған Тоқаев емес, қазіргі сайлау деп сайқымазақ өткізіп жатқан президент Тоқаев емес, жаңа құрылған жүйе ғана, әділді жүйе ғана біздің Қазақстанда өзгеріс жасауға мүмкіндігі бар. Бұл енді айтып отырғаныңыз дұрыс қой. Бұрыс 30 жылдан бері қалыптасып қалған бандиттік жүйеде қазір қалыптасқан. 30 жылдан бері. Бұны енді түзету деген оңайлыққа соқпас әрине. Бірақ енді кешегіде енді мына көріп отырсақ, мына кеше ұрып соғып отқанның ішінде, енді кешеге ұрып соғып отыр өздері бір жағынан. Енді мен мына жерде енді Жаңаөзен халқына мына биліктің жаңағы ашылмай жатқан жаңа нелерін түсіресің ғой, енді қоқыс мәселесі бар, әртүрлі тікелей эфирге. Сен ұрып соғып отып айтатының ғой жаңа. Сен неге күрестердің жаңағы ағаларымызды түсіресің деп ұрып соғып жатыр да, сол кезде айтып жатқан әңгімесі. Сен енді видеоға түсіргенін көрмейік деп қорқытып. Соның бір бандиттік жүйе шиеленісіп қалған ғой, Жаңаөзенге дейін келіп тұр ғой, енді Астанадан сол үлкен қалалар Жаңаөзенге дейін келіп тұр ғой, кішкентай. Мәке, еске бір нәрсені дүниені айтып кетейін. Мынау үміт бар ма деген кезде, әрине біз тәжірибеге болған оқиғаларға сүйенеміз ғой. Біз 18 жылдардан бастап наразылыққа шығып жүргеннен бері біраз өзгерістер болды. Қанша дегенмен жаңағы Мұратбай айтқандай бір наразылықтарын көрсетіп, неге мынандай болмайды, неге мына қоқыс жиналмайды, неге мына жерде есіктің алдында тұрып алып, төрт аяқтап, төрт қолынан ұстап көтеріп кететін полиция да жоқ қазір. Кішкентай қазақи намысқа оянған біз құқық қорғау органының ішінде де өзіміздің бауырларымыз жұмыс істеп жүргенін ұмытпауымыз керек. Билік басында да біраз жаңағы амалсыздан жүрген азаматтардың бар екенін білуіміз керек. Түбінде қанымыздың қазақ екенін білуіміз керек. Жаңағы әрқайсымыздың жағамыздан ұстап, жаңағы сен полиция формасын киіп алдың ба, сен осындайсың деген ұғымнан ада болуымыз керек. Оларда қазір қоғам белсенділері жаңағы Мұратбай сияқты өңір-өңірде әртүрлі белсенділердің шыққанынан уже қазір телефоннан қорқатын болған. Қазір біздің бар қаруымыз телефон, ашықтық, шындықтық. Өздеріңіз сияқты еске журналистерден қорқатын болған, осы журналистер бірдеңені түсіріп алмаса екен. Неге ондай? Өйткені билік басындағы отырған азаматтарда қорқатын дүние бар. Ол не дүние? Ол дүние қоңыздық, өзінің жаңағы лауазымынан, мансабынан айырылып қалмау. Бізде ештеңесі жоқ. Бізде қорқатын, айырылып қалатын жаңағы дүниемізде болмаса бір лауазымымызда жоқ. Біз ашық айтамыз, сонда қоғамға ұмтылатын боламыз. Сондықтан бұл жүйе әрине ұтылады. Біз осы белсенділігіміздің жақсы жағында көре білуіміз керек. Өйткені осыншама жылдың ішінде кішкентай да болса өзгеріс бар. Қандай өзгеріс? Ол жүйенің қорқа бастағаны. Бағана тақырыптың басы жаңағы неге қудалау тоқтамай отыр дедік қой. Сол тақырыпқа қайтып айналып келеміз де, ол қудалау қорыққандардың тірлігі.
Түсінікті. Рахмет. Уақыт бөліп бағдарламамызға қатысқандарыңызға рахмет. Біз уақыт таңдалып қапты. Өзгеріске жұмыс істейік барлығымыз. Әркім өз саласында адал еңбек етсін деген ниетпен қоштасайық. Сау саламатта болыңыздар. Рахмет, сізге рахмет.